салалар бойынша бизнес жоспарлау. 6-шы тақырып. Өндіріс, ұйымдастыру, қаржылық жоспарлар. Өндіріс жоспары. Бизнес жоспардың бұл бөлімін өндіріспен айналысатын немесе айналысатын кәсіпорын ғана дайындайды. Өндірістік емес фирмалар үшін қаржылық жоспар бөлімінде ұзақ мерзімді активтерге, айналым қаражаттарына қажеттілік және шығындардың болжамы анықталады. Өндірістік жоспарда бизнес түріне байланысты өнім өндіру немесе қызмет көрсету бойынша технологиялық процестің ерекшеліктерінің қысқаша сипаттамасы беріледі. Өндіріс жоспары өндірілген өнімді өткізу жоспары мен кәсіпорынның жобаланған өндірістік қуаты негізінде құрылады. Бұл бөлімдегі бизнес жоспарды әзірлеушілер кәсіпорынның қажетті мерзімде және қажетті сапамен қажетті өнім көлемін іс жүзінде шығара алатынын көрсетуі керек. Бұл бөлімнің құрылымы келесідей болуы мүмкін. 1. Өндіріс технологиясы. 2. Өндірістік кооперация. 3. Өндірістік процесті бақылау. 4. Қоршаған ортаны қорғау жүйесі. 5. Өндірістік бағдарлама. 6. Өндірістік қуаттар және оларды игеру. 7. Ұзақ мерзімді активтерге қажеттілік. 8. Айналым қаражатына қажеттілік. 9. Шығындар болжамы. Ұйымдастыру жоспары. Бизнес жоспардың бұл бөлімі компанияны басқару жүйесіне және оның кадрлық саясатына арналған. Бөлім құрылымы келесідей болуы мүмкін. 1. Ұйымдық құрылым. 2. Негізгі басқарушы персонал. 3. Кәсіби кеңесшілер мен қызметтер. 4. Персонал. 5. Компанияның кадр саясаты. 6. Күнтізбелік жоспар. 7. Әлеуметтік даму жоспары. 8. Серіктестіктің қызметін құқықтық қамтамасыз ету. Ұйымдастырушылық құрылым. Кәсіпорын алдына қойылған өндірістік және басқару мақсаттарына жету үшін жұмысшыларды біріктіру тәсілі мен формасы. Ол құрылымның графикалық диаграммаларында, штаттық кестелерде, кәсіпорынды басқару аппаратының бөлімшелері туралы ережелерде және жеке орындаушылардың лауазымдық нұсқаулықтарында құжатталған. Ұйымдық құрылым буындар санымен, иерархиясымен, басқару жүйесінің құрылымындағы өкілеттіктер мен жауапкершіліктерді тігінен және көлденеңінен бөлу сипатымен сипатталады. Өнеркәсіпте қолданылатын ұйымдық құрылымдар көптеген факторларға байланысты, кәсіпорынның көлеміне, қаражат көлеміне, жұмысшылар санына, жұмыс істеу принципіне, нарық құрылымына және тағы басқа. Бизнес жоспар келесі ақпаратты береді. 1. Кәсіпорынның өндірістік технологиялық құрылымы туралы. 2. Негізгі бөлімшелердің функциялары туралы. 3. Еншілес ұйымдар мен филиалдардың құрамы, олардың бас компания мен ұйымдық қатынастары туралы. 4. Басқарудың ұйымдық құрылымы туралы. 5. Серіктестіктің қызметтері мен бөлімшелері арасындағы өзара іс-қимылды үйлестіруді ұйымдастыру туралы. 6. Басқару жүйесін автоматтандыру бойынша. Ұйымдық құрылымның кәсіпорынның мақсаттары мен стратегияларына сәйкестігін бағалау жүргізіледі. Қаржылық жоспар. Бизнес жоспардың бұл бөлімінде ағымдағы қаржылық ақпаратты бағалау және нарықтардағы тауарларды өткізу көлемінің болжамы негізінде кәсіпорынның қызметін қаржылық қамтамасыз ету және қаражатты, еншікті және тартылған неғұрлым тиімді пайдалану мәселелері қарастырылады. Келесі кезеңдер, яғни ол компанияның қаржылық қызметінің күтілетін нәтижелерін көрсететін сенімді деректер жүйесін ұсынады. Қаржылық нәтижелердің болжамы менеджерді толғандыратын негізгі сұрақтарға жауап беруге арналған. Дәл осы бөлімнен менеджер сенуге болатын пайда туралы біледі. Ал несие беруші әлеуетті қарыз алушының қарызға қызмет көрсету қабілеті туралы біледі. Бұл бөлім мыналарды көрсетеді. 1. Пайда мен залал туралы есеп. 2. Кассалық шығыстар мен кірістер балансы. 3. Активтер мен міндеттемелердің болжамды балансы кәсіпорын үшін. 4. Залалсыздықты талдау. 5. Қаржыландыру стратегиясы. Сонымен қатар, ұсынылған деректер негізінде аналитикалық мақсатта кәсіпорынның қаржылық жағдайының көрсеткіштерінің өтімділік, төлем қабілеттілігі, рентабелділік, активтерді пайдалану,
жарғылық капиталды пайдалану және тағы басқа сияқты қосымша есептеулері, кірістілік көрсеткіштері, инвестиция және тағы басқа.